Баршаға салем достар, сіздермен спорт жаңалықтары. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Алимхан ұлы Канело онымен жекпе-жекке неге шықпайтынын айтты. Қазақстандық боксшы Жәнібек Әлімханұлы мексикалық Саул Канело Альварестің мықтылығына қатысты өз ойын айтты деп хабарлайды. Жәнібектің сөзінше, Альварес бабына тайып барады және қазақстандықпен айқасқа келіспейді. Оңай жұмыс, бірақ ол менімен жекпе-жекке шықпайды. Орта салмақтағы ең мықты боксшымын. Айқасып несі бар? Мен қазір бабымда, деп береді Әлімханұлының сөзін. Әйгілі промоутер Канело үшін ең қауіпті Қазақстан боксшы атады. Абылхан Аманқұл мен Бек Нұрмағамбеттің келесі кездесу қашан өтетіні айтылды. Ақш жерінде оқу-жаттығу жұмыстарын өткізіп жатқан қазақстандық кәсіпқой боксшылардың келесі жекпе-жектері қашан өтетіні айтылды деп жазады. Сулейман Промоутерс баспасөз қызметінің ақпараты бойынша WBA интернационал белбеуін иегері Евгений Павлов келесі кездесуін 15 қазан күні Тихуан, Мексика қаласында өткізеді. Ал Бек Нұрмағамбет пен Абылхан Аманқұл шаршы алаңға 22 қазан күні оралады. Айта кетейік, бұл жаттығу жиындарда Айдос Ербосынұлы мен Абылайхан Жүсіпов те дайындықтарын өткізуде. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.